не такие зрелищные схватки. Да, по накалу страстей, возможно, даже и превосходят, но по импульсивности, по скорости, по резвости, по удали, я думаю, здесь все-таки вот именно 60 килограммов, это в целом, да, я считаю, это такой настоящий казахский вес, потому что именно в этой весовой категории у нас борются очень-очень многие звезды, и боролись, и борются до сих пор. Айдос Султанғали среди них, в том числе, я вот сегодня во время утреннего эфира говорил, во время утренней трансляции. Ну давайте просто призер мира, да, помимо него у нас 60, Алмат Кибиспаев, призер мира, помимо него Мейрамбек Айнагулов, призер мира, причем неоднократный, да, то есть вот, пожалуйста, пример, это все вот 60 килограммов в одном весе, представьте. Сонымен, қадірмен көрмен өте тартысты белдесу. Былтырғы финалдың сценарийі қайталана ма екен, жоқ әлде биыл Ғалым Қабдынасыр кеткен есесін қайтара ма деген сұрақ туындап тұр. Айдос Сұлтанғали жалпы 60 келі салмақ дәрежесіндегі үздіктердің бірі. Париж Олимпиадасында жаман өнер көрсеткен жоқ. Өкінішке орай алғашқы белдесуде сол Олимпиаданың басы фаворитінің бірі саналған қырғызстандық Жоламан Шаршенбековпен жолы түйісті де, Жоламан Шаршенбековтен айласын асыра алмады. Ал Жоламан Шаршенбеков өз кезегінде жартылай финалда барлықтарыңыз білесіздер, жапон жампозы Кеничиро Фумитоға есе жіберіп, өзі ақтық айқасқа шығудан шыға алмай қалған еді. Жалпы Айдос Сұлтанғалидан біз 2017 жылы сұхбат алған болатынбыз, сұхбаттасқан едік. Айдос Сұлтанғали сол кезде Қазақстан чемпионатында, ересектер арасындағы алғаш рет Қазақстан чемпионатына қатысқан. Осыдан 8 жыл бұрын сол кезде жастар сапынан бірден ересектер сапына ауысып, ақтық айқасқа шыққан болатын. Ал ақтық айқаста Мейрамбек Айнағұловқа есе жіберген еді. Былтыр сол Мейрамбек Айнағұловпен тағы да жолы тиісті. Бұл балуанның Мейрамбек Айнағұловпен жалпы бірнеше рет жолы тиіскен болатын. Тамаша, қазір Айдос Сұлтанғали өте сауатты қорған алды. Қараңыздаршы, Ғалым Қабдынасыр өзіне берілген мүмкіндікті ұтымды пайдалана алған жоқ. Жалпы бұл балуандар, Арман мырза, бір-бірінің қырсырын жақсы біледі. Сондықтан қазір есеп 1-1 болып аяқталса, мен шыны керек таңғалмаймын дегенмен, қараңыздаршы, тамаша 4 ұпайлық әдіс бұл жерде. Керемет, Айдос Сұлтанғали. Поймал. Вот это вот называется хорошо знать, да, чувствовать. Так, он вторым номером работал. На самом деле действие было как раз Ғалым Қабдынасыра. И вот он его здесь на его действии поймал. Сейчас, я думаю, увеличит свое преимущество. Еще 4 балла. Если решит, досрочно решит. Да, а нет, через голову, нет оценки. А сейчас, может, еще Ғалым, если руку пробросит, удержит. Нет, все, чисто победа. Вот это тамаша, керемет. Бұл жерде бірақ есеп 8-1 ғой. Тағы бір ұпай керек секілді меніңше. Онда бір керемет. Айдос Сұлтанғали қадірмен көремен сөзсіз 60 келі салмақ дәрежесінің үздігі, номер 1 балуан деп айтсақ болады. Әлемдік аренада ел намысын абыроймен қорғап жүрген балуан. Және қараңыздаршы, тұрақты нәтиже көрсетіп келе жатыр Айдос Сұлтанғали. Қаншама жылдан бері, сол 2017 жылдан бері осы 60 келі салмақтың үздігі атанып отыр. Тамаша. Әрине, бұл балуанға тек Олимпиаданың жүлдесі жетіспейді қазіргі таңда. Және сол Олимпиада жүлдесін жеңіп алады деген нық сенімдеміз. Ну вот как раз момент, когда он поймал, да, на действие соперника, посадил его, и самое важное, что, видите, он дальше не остановился. Тут же перешел на питон, из питона раз, и тут же сразу второй раз, тут же не отходя от кассы, что называется, видите. И, ну вот, мне кажется, вот именно вот эту моду, здесь вроде бы отстоял, но он даже говорит, ладно, бог с тобой, говорит, не дал, ну снова, и здесь он перекатил по новой уже, даже не поднимаясь в стойку. Ну, это на самом деле показатель, да.